Қайырлы күн достар. Барлық адамдар бірдей, ал жыныстар арасындағы айырмашылық соншалықты үлкен емес деп ойлайтындар үшін әйел денесі туралы түрлі фактіні білу қызықты болады. Олардың көпшілігі туралы тіпті әйелдер қауымының өздері де біле бермейді. Бүгін осындай қызықты деректермен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші дерек – әйелдер бет әлпетті оқудың шебері. Әйелдер дүниеге келген сәттен бастап, олардың эмоциялары мен сезімдерін тамаша шеше отырып, адамдардың бет әлпетін оқу қабілетіне ие. Бұл оларға басқаларға жанашыр болуға және олармен жақсы қарым-қатынас жасауға көмектеседі. Сонымен қатар, кейбір зерттеулер әйелдердің бет әлпетін есте сақтау қабілетінің жоғары екенін көрсетеді. Екінші дерек – әйелдердің терісі өте сезімтал. Орташа алғанда әйелдердің терісі ерлерге қарағанда 25%-ға жұқа. Бұл жанасуға және ынталандыруға басқа түрлеріне сезімтал болады. Өкінішке орай, бұл мүмкіндіктің жағымсыз жағы да бар. Әйелдердің тым сезімтал терісі әжімдерге көбірек бейім, өйткені тері жасына қарай коллагенді жоғалтады. Үшінші дерек – әйелдердің бұлшық еттері төзімді болады. Кейбір зерттеулер әйелдер төзімділік жаттығуларын ерлерге қарағанда шамамен 75% ұзағырақ орындай алатынын көрсетеді. Мұның себебі олардың гормондарында жатыр. Әйелдердегі эстроген олардың бұлшық еттерін шаршауға төзімді етеді. Төртінші дерек – әйелдер ауырсынуға төзімдірек. Өмір бойы әйелдер ерлерге қарағанда ауырсынуды жиі сезінеді. Бұл белгілі факт. Бірақ бұл олардың қаншалықты төзімді екендігін емес, олардың миының қалай жұмыс істейтіндігінде. Кейбір зерттеулер әйелдер мен ерлер өздерінің бұрынғы ауырсынуларын басқаша есте сақтайтынын көрсетеді. Ерлер бұрын басынан өткерген ауырсыну туралы ойлаған кезде күйзеліске және жоғары сезімталдыққа бейім болса, әйелдер бұл туралы тезірек ұмытады. Ал жалпы әйелдердегі ауырсыну шегі ерлерге қарағанда 9 есе жоғары. Бесінші дерек – әйелдер түстерді жақсы ажырата алады. Әйелдер еркектерге қарағанда түстерді жақсы анықтайды. Өйткені реңктерді қабылдау X хромосомасымен тікелей байланысты. Әйелдерде мұндай 2 хромосома бар, ал ерлерде ол 1 ғана. Міне, біз біле бермейтін осындай нәзіктілер қауымы туралы қызықты деректермен таныстық. Сіздермен болған мен, топ деректер, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.